Құрметті бүгінгі YouTube каналында Қытай тілін үйренемін деушілерге, үйренгісі келетін қызығушылығы бар кісілерге мен сіздерге бүгін YouTube каналында Қара деген каналда сіздерге Қытай тілінен дәріс беремін. Мен өзімді таныстыра кетейін. Менің өзім аты жөнім Нәсигүл Кәкешқызы, Астана қаласында тұрамын. Қытайда университетке түсіп, ары қарай университетті мен Шығыс Қазақстан университеті, Шығыс Қазақстан Сәрсен Аманжолов атындағы университетке педагогикалық бөлімін бітіріп, 2007 жылы мен Астана қаласына келіп, осы алғашқы жұмыс барысымды бастағанмын. Алғашқы мемлекеттік мектептерде жұмыс бастадым. Одан кейіннен осы Астана қаласында Жаса деген тілдер центрінде осы Қытай тілінен сабақ бердім. Ол жерде мен 4-5 жыл ол жерде сабақ бердім. Оның алдында да студент кезінде де осы қосымша Қытай тілінен сабақтар беріп, кішкене практика тәжірибем болғаннан кейін тағы да осы Қытай тіл сабағынан сабақ беріп жүріп, біз Қытай Халық Республикасына балалармен саяхатта болдық. Сол жерде практика 1 айдай сол жерде балалар күнде сабақ алып, сол жерде практикада болдық. Мен өзім Қытай Халық Республикасында университетті бітіріп осында келгеннен кейін сабақ бастадым. Енді менің Қытай Халық Республикасында сіздер өздеріңіз білесіздер, ол жердегі ұлттық балалар оқығаннан кейін міндетті түрде университетке түскен кезде әски деген жоғарғы деңгейдегі Қытайдың деңгейлік дәрежелік емтиханы болады. Мен осының 8-ші деңгейін Қытай Халық Республикасында жүріп, сол жерден алдым. Былайша айтқан кезде менің өзімнің қытайтылық деңгейіме, неше жылдық өзімнің оқыған мамандығым педагогикалық, неше жылдық тәжірибеме байланысты мен сіздерге осы Қытай тілінен сабақ беруге толымдылығым бар деп ойлаймын. Сіздерге шамамның келісінше Қытай тілінен жеткізіп беремін. Мен Қытай тілін алғашқы 0-ден бастап, Қытай тілінің латын тіліндегі оқылуы алфавитінен бастап сіздерге Қытай тілінен сабақ беремін. Қытай тілінің алғашқы алфавиті дегенде, Қытай тілінің алғашқы алфавиті пинyin деп айтылады. Пинyin дегеніміз Қытай тілінің латын тіліндегі алфавиттері. Біз ол Қытай тілінің бірден иероглифтеріне түсе бермейміз. Бірден сол иероглифті тану үшін қайтеміз. Біз осы алфавиттерді алдымен білуіміз керек. Сосын кейін осы алфавиттерді қосып оқу арқылы біз ақырын-ақырын, былайша айтқанда бір-бір сатыдан, бірден иероглифке түспей, ақырын-ақырын бір-бір саттан алфавиттерін, одан кейін тон белгілерін, одан кейін осы екеуін біріктіріп, біз Қытай тілінің иероглифтерін жазу үшін бейхуа бейшөн деген болады. Осы таяқшыларын үйренеміз. Осы 3 деңгейде үйреніп болғаннан кейін барып, біз бірден иероглифтеріне түсеміз. Ал иероглифтеріне түскенде біз материалдың барлығы менде негізінен толық. Оның барлығы мен Қытайда практикада жүрген кезде Пекин тіл мәдениет университетінде әкелген кітаптарым бар. Сол арқылы мен сіздерге материалды сол арқылы беремін. Біздің менің енді оқушыларымның алды Пекиннен, Шияннан бітіріп, қазір Алматы қаласында жұмыс жасап жатыр. Оның суреттерін барлығы мен сіздерге жіберемін. Оны көресіздер. Медициналық саласынан да оқыды, экономика саласынан да, мұнай саласында түгел Пекин и Шияннан оқыған балаларым бар. Оны сіздерге беремін.